Сәлем достар, бүгін біз жұмсақ болып шығатын шиеден пирог жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен майымызды салып, үстіне қантымызды сеуіп, миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп алған соң, үстіне жұмыртқамызды бірінен соң бірін салып, қайта миксерлейміз. Және де үстіне сүтімізді құямыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, ұнымызды саламыз. Майлап алған табамызға тестімізді құямыз. Және де біркелкі қылып жағып шығамыз. Құйылған тестіміздің үстін шиелермен безендіреміз. Безендіріп болған тестімізді 180 градусқа 30 минутқа пешке саламыз. Пирогымыз піскен соң әдемілеп кесіп қонақтарымызға ұсынамыз.